Баршаңызға қайырлы күн, менің оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Динара. Достар, менің қазақша каналымның алға жүріп және дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Подписация батырмасын басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Қазіргі таңда хит болып жатқан тары қосылған сметана пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Және де менің видеом ұнаса, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Қажетті заттарды описание бөлімінде қалдырамын. Таза құрғақ ыдысымызда тоңазытқышта тұрған 100 грамм сары майымызды көбіктеп турап, үстінен 100 грамм қантымызды салып, бөлме температурасында 1 дана жұмыртқамызды салып, електен өтілген ұнымызға 1 шай қасық қамыр қобыздағышын салып, жұмсақ әрі балғын қамырды илейтін боламыз. Достар, осы рецептпенен творожный, восточный және де карамельный тарталетки пирогтарының қамырына кете береді. Тек ішіндегі начинкасы ғана басқаша болады. Мен осы рецептпен жасаймын. Тарталетки, басқа да пирогтарды осы рецептпен жасаймын. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Қамырымыздың басын біріктіріп, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырды көп илеудің қажеті жоқ, өйткені құрамында сары май бар. Қамырымыз босап кетеді. Дайын болған қамырымыздың басын біріктіріп, тоңазытқышқа 40-45 минутқа қоямыз. Сонда қамырымыз бір келге әдемі болып, бортиктарын шығарғанда бір келге болып шығатын болады. Формаға салғанда әдемі қамыр болады. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Енді салмасын дайындаймыз. Құрғақ ыдысымызға тоңазытқышта тұрған 300 грамм қаймағымызды, 2 дана жұмыртқа және де 2 ас қасық жүгері ұнтағын, 40 грамм сүт, 40 грамм сгущенный молокомызды және де 100 грамм қантымызды салып, бір келкі масса болғанша блендердің көмегімен жақсылап езіп араластырып аламыз. Достар, осы рецептпенен сметана пирогты да жасасаңыздар болады. Ішіне начинкасы тез әрі әдемі болып қатып, кескенде де дастарханға ұсынғанда да әдемі көрінетін болады. Отбасыларыңызда адам саны көп болса, 2 есеге көбейтіп жасай бересіздер. Дайын болған массамызға алдын ала 50 грамм тарыны жуып, кептіріп алдым. Тарыны начинкаға салып, үстінен 30 грамм арахисті блендермен блендердің көмегімен майдалап, начинкаға салып, тағы да блендермен араластырып аламыз. Мінекей, менің массам дайын болып қалды. Қаймақ пенен тарының дәмі бір-біріне өте үйлесіп, дәмді пирог шығатын болады. Жасап көруге кеңес беремін. Тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, менде 26-лық форма. Осы қамырымызды ішіне төсеп, бортиктарын шығарып, дайындап аламын. Қамыр қолға жабыспайды. Піскенде де жұмсақ болып, әдемі пирог шығатын болады. Мен алдын ала печкамды қыздырып қойдым. Форманың ішіне тез-тез қамырымызды төсеп аламыз. Қамырымыз босап кетпеуі керек. Мінекей, дайын болды. Бортиктарын шығарып алдым. Енді ішіне салмасын салатын боламын.
салмасы қою, әдемі болып шықты. Сіздерге де осы рецепті ұсынамын. Қызып тұрған пешімізде 30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Достар, пирогымыз піскеннен кейін бірден формадан босатып алмай 5-6 сағатқа мұздатып қоямыз. Сонда ішіндегі начинкасы да әдемі болып өз-өзіне келіп қататын болады. Және де дайын болған пирогты дастарханға ұсына бересіздер. Келген қонақтарға да осыны жасап беруге кеңес беремін. Сіздерге рахметін айтатын болады. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше ас болсын. Және де қолдап кетіңіздер. Описание бөліміне пікірлеріңізді қалдырыңыздар.